Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Шығыс Қазақстан облысы Багратион шаруа қожалығына келдік. Бұқашықтарды өзіміздің сынақтан өткізу үшін іріктеп, таңдап жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Бұқашықтарды іріктеп, таңдап жасаймыз, салмақтарын өлшейміз, сырт пішін, экстерьерін қараймыз, рубашкасын қараймыз, номерлерін оқып, іріктеп жазатын боламыз. Бұқашықтарды өзіміздің сынақтан өткізу үшін біз 8 айлық жасынан бастап 12 жасқа дейін тұрады. Сондықтан біз қазір номерін оқып, жасын қараймыз. Туған күнін және салмағын. Так, номері 3197. Рубашкасы бағысы ақ, қолкасы бар. 4 сирағы ақ, кеудесі ақ, құйрығы ақ. Бұл стандартқа сай келеді. Так, салмағы бұның 230 килограмм. Мынау қылшықтары, қылшығының тамыры болады. Сол тамыры көріну керек та. Тамырын мына конвертке, арнайы конверт бар. Сол тамырын жоғарғы саламыз былай. Бүктейміз да. Бұл жерде инжир номері, шқалуаштың аты жазылған. Осыны сосын лаборатория өткіземіз. Стандартқа сай келген бұқашықтарды көк түсті сырамен бояп жатырмыз, еттен бөлгенге оңай болу үшін. Сирақтары ақ, желкесі ақ. 26, да? 26. Вот он. Вес 235 килограмм. 8 июня, да? Вот, Августовский? августовский, 8 июня. Не, он уже старший его. Не надо? Да. Сіз тастаңыз. Бұл бұқаның жасы өтіп кеткен. Қазір мұнда 15 айлық. Так, келесі бұқашығымыз келді. Так, басы ақ, желкесі ақ, сирақтары ақ. Стандартқа сай кеп тұр. Номерін көрейік. Жасын анықтайтын боламыз. 92-30. Стой. Бұл бұқа бірақ желкесінде ағы ұзын арқасына өтіп кеткен. Бұл келмейді. Алдыңғы аяғы келмейді екен. Шығара сал. Сол жағы сирағы, көрсеңіз, ағы. Аяғы сирағы полностью ақ болып кеткен ғой, көрдіңіз бе? Бізге дейміз, жоғары кетіп қалған. Жоғары кетіп қалған. Бұл тек асты носочки дейді ғой орысша. Солған ақ болу керек. Мына біжеге деген. Иә. Мына несі қол күсі жарап тұр ема? Иә, бұлай кеп тұр. Мына арқасы ана жерге дейін бар, сол Бұл жерде ақтап болмау керек арқасында. Болмау керек, иә. Желкесі ғана болу керек жерде ақ. Келесі бұқамыз келді. Басы ақ, желкесі ақ, мына әдемі. 4 сирағы ақ, құйрығын ұшақ. Дене бітімі жақсы дамыған, жасы 9 ай, 265 килограмм. Өте жақсы салмағы. Басындағы қызыл пятно дейді ғой, мына жаққа басына өтіп кеткен. Негізі бұл мына жерден біту керек болады. Бұл бұқашық біраққа кетіп отыр. Неге десеңіздер, аяғын ағын байқасаңыздар, міне. Жоғары өтіп кеткен. Мындай бұл ұрықта, носочки дейді орысша дегенде. Аяғын ағын жаққа тізесінен асып кетіп тұр. Ассалаумағалейкум. Мен осы қ.қ. Багратион ауылының қ.қ. Варапай бас технигімін. Астанадан ақпастың мамандары келіп, бұқадарды шығарып, салмақтарын тексеріп, жарайтындарын есептеп, соған келді. Сол бәрін есептеп шығарып болдық міне. Малға қыстық азық, осы силысты міне жүгері, қысқа дайындалып жатқан, таптап косметоттар жұмыс істеп жатыр. Енді осы азық, осын толтырамыз. Именно казахской породы, которая эволюционно пришла вместе с народом. Но, как обычно, всегда хозяйка отбирала лучших телочек. Одна хозяйка, другая, 10-я, 20-я хозяйка.
А тогда, когда в 28 году зоотехники занимались казахской белоголовой, то, конечно, они выбирали лучшую, потому что это все-таки задание было Иосифа Виссарионовича, как бы там ни было. И если бы они херовую казахскую белоголовую сделали, ну их бы расстреляли. Это я так думаю своей головой. И вот поэтому вот я говорю, что вот она ангуска, вот наша казахская белоголовая, вот наша казахская белоголовая. Они намного превышают ее. Они одного возраста ходили в одном и том же гуртумно, но одна вот такая вес, другой вот такой. Наша казахская белоголова за 40 дней весной набирает окорока. Ну, насколько Куаныш, ну вы Куаныш знаете, насколько Куаныш правдиво, у него же занимался человек, который с Южной Америки, и он сказал так: я, говорит, вернусь в Америку и попрошу Министерство сельского хозяйства, чтобы купили казахскую белоголовую. Но я с ним солидарен. Я патриот казахской белоголовой, может быть, но наша казахская белоголова, вот я даже, ну вот так. Вот она, будочка, 700 килограмм. Вот они в одном и том же гурту ходили. Они одного и того же возраста. Я еще раз хочу повторить, что окорока набирает весной за 40 дней. Пожелание такое в отношении казахской белоголовой породы. Казахской белоголовой породы нам, казахстанцам, нельзя ее потерять. Если мы ее потеряем, это наша порода, которая пришла от народа и от высшего, так называемого, мраморного мяса Герефорда. Поэтому казахскую белоголовую нельзя потерять, она должна у нас развиваться. Потом она неприхотливая к кормам. Бүгін Багратион шаруа қожалығында жұмыстарымызды сәтті аяқталды. Бұқашықтарды өз өнімдерін сынаққа қою үшін іріктеп таңдап алдық. Стандартқа сай келетіндерін жасына қарап, салмақтарына, рубашкасы дейді ғой, экстерьер, соның бәрін іріктеп жұмыстарымызды аман есен аяқтадық.